Армысыздар, құрметті достар. Дағды арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз радиоактивтілік және ядролық реакциялар туралы әңгімелесетін боламыз. Алдында радиоактивтілік ол тұрақсыз атом ядролардың ыдырауы, сондай қасиеті деп біз айтқанбыз. Осы ыдыраудың негізгі 3 түрі болады. Альфа ыдырау, бета ыдырау және гамма ыдырау. Альфа ыдырауда альфа бөлшегі, басқаша гелий атомның ядросы бөлінеді, ядросы. Бета ыдыраудың 2 түрі бар. Оны қазір көреміз. Гамма ыдырау бұнда көрсетілмеген, өйткені гамма ыдырау ол жай энергияның бөлінуі, таза энергия күйінде. Сондықтан гамма ыдырауда атомның ядросы өзгермейді негізінде. Тек қана жоғары энергиядан төменірек энергияға өтеді. Сол қосымша энергияны бөліп шығарады. Бірақ осы ыдырауларда өзгеріс болады. Сол альфа ыдырау кезінде ыдырау дегеніміз бөліну. Сондықтан мынау ядро, мысалы мына жерде уран 92 дегеніміз 92 атомдық нөмірі, протон саны 238, ол бізде массалық сан, демек атомның массасы. Бөлінгенде гелийді шығарады, гелий ядросын, демек 2 протон үзіліп кетеді, және 2 нейтрон, толымен 4 нуклон кетеді. Демек шыққан атомдық саны, немесе протон саны 2, минус 2, 90 болып келеді. Және массасы 4-ке азаяды, 234. Демек шыққан жаңа атом, ол бізде ядро торий 234. Бета ыдырауда 2 түрі бар, бета минус пен бета плюс. Негізінде өте жеңіл. Бета ыдырау дегеніміз басқаша бета бөлшектің аты ол электрон. Бета минус кәдімгідей электрон бөлініп үзіліп кетеді. Сондықтан мысалы торий ары қарай 234, атомдық нөмірі 90, демек протон саны 90. Электронды шығарғанда электрон заряды минус 1, массасы 0. Демек шығатын масса өзгермейді, бірақ зарядтарды теңестіру керек. Алдында 90 протон болса, 90 плюс, әжде минус 1 болса, демек 91 болу керек. Өйткені мына екеуін қосқанда мына сан шығу керек. Жалпы сол жағын, оң жағын теңестіру керек. Осы заряд арқылы және масса арқылы. Бета минус қайтан ол, демек кәдімгідей электрон. Мұнда қосымша жаңа энергия шығарады, бірақ ол ешқандай әсер етпейді реакцияға. Ал бета плюс дегеніміз ол электронның басқа бір түрі, позитрон деп. Түрі емес, енді антибөлшегі ол позитрон. Электрон сияқты, бірақ заряды плюс 1. Демек зенон жерде ксенон 54, демек протон саны 54, массасы 118. Бета плюс бөлшегін шығарғанда, демек позитрон шығарғанда плюс 1 бөлшегі, массасы 0, демек үстіңгі жағында массасы солай қалады. 118 бен 0, 118. Бірақ 54-ті алу үшін плюс 1 бен 53-ті қосқанда тек қана сондай 54 шығады. Демек ксенон атом ядросы йодқа өзгереді. Осы түрлі ядролық реакциялар. Ядролық реакцияларда атом ядросы өзгереді. Бета бөлшектер ол жай электрон бөліну емес, ол негізінде расында шынында ол протон мен нейтрон бір-біріне айналуы. Бұл жерде мысалы нейтрон протонға айналады, сондықтан осы электрон бөлініп шығады. Ал мына жерде қарама-қарсы протон нейтронға айналады, сондықтан осы позитрон бөлініп шығады. Енді басқа бір нәрсе біз білу керек, ол радиоактивті ыдырау, оның пайдасы қандай, қалай біз оны пайдаланамыз. Пайдасы зор. Мысалы, біз жаңа айтқандай бүкіл ядролық ыдырауда, ядролық реакцияларда
энергия бөлінеді. Сол энергияны біз қолдана аламыз. Мысалы, электр энергиясын ол арқылы алуға болады. Электростанциялар, атомдық электростанцияларда. Сонымен бірге, бөлшектер, олар негізінде зиянды. Сондықтан медицинада радиоактивтілікті қолдануға болады. Ісіктерді емдегенде біз радиоактивті ыдырауды қолданамыз. Сонымен бірге, радиоактивті ыдырау ол әрбір ядраға өзіне тән бір реакция бар, және сол реакцияның уақыты бар. Әр нуклонға, әр нуклидке өзіне, әр изотопқа тән уақыты, ыдырау уақыты бар. Сондықтан біз осылай радиоактивті ыдырау арқылы қашан және қалай өзгеріс болғанын анықтай аламыз. Мысалы, сүйектердің құрамын қарағанда, изотоптық құрамын қарағанда, біз оның осы жануар, сүйек жануардан келеді, жануар қашан өлгенін анықтауға болады. Сонымен бірге басқа да, мысалы, өсімдіктердің ішінде де түрлі изотоптар бар. Олардың құрамы бойынша да уақытын қашан болғанын анықтауға болады. Өз пікіріңізді астына жазыңыз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, лүпілді басыңыз, бөлісіңіз. Келесі видеода біз кванттық сандар туралы және электрондық конфигурация туралы әңгімелесетін боламыз.